Армысыздар YouTube көрермендері, қалдарыңыз қалай? Үй шаман, дендеріңіз сау. Арада стройка жүріп жатыр. Мына септік үйден шығатын үйдің суыны, мына үйден шыққан суды, мынаған құйылады септікке. Міне қазылып жатыр. Мына тереңдігі септіктің 1 метр болады дейді, мына айтып жатыр 1 метр тереңдігі. Енді бұнда күн жылы ғой, қатты аяз болып қатпайды ондай. Мынаған 1 метр болып келеді, мынаның іші қаланады. Мынау тастар, мынау көшедегі келіп жатқан су, мына жақта көше бет жақтан су. Насос тұратын жер дейді. Бұл да енді 1 метрдей болады, өйткені күн жылы болады мұнда деген. Жаңаөзен қаласында. Мына 1 метр насос қойылады үйге қарай, насоспен поддача дейді. Үйдің мынандай несі? Не дейді жаңағы дизайны. Нараларға талдар отырғызылды, міне. Көрініп жатыр ма, көрінбей жатыр ма, мынандай. Мынау шебен. Нарда бір қобамен 110 мың қалыпты шебіннің. Сіздерде қанша, оны да комментарийға жазып кетерсіздер. Мынау талдар, міне, егілген. Мынау үйдің размері 15-те 18. Мына қапталында мынау котел тұратын жер, газовый котел. Мына жақ дәретхана, мынау міне, 2 дәретхана қылып жасаған. Пока енді нан жауып қойған, міне. Мынандай дәретхана. Әлі төбесі жабылмаған. Кешірерсіздер, жаңа ана жақтағы түсіргенім септік емес, ол су тұратын құдық екен ғой. Жаздың күндері су болмай қалады, сол су толтырып қояды. Мынау септік, міне. Туалеттің астына кетеді. Бұл жерде де үлкен терең болып қазылған. Ана су құдық екен ғой, жаңа мен шатастырып тұрмын. Мынау кебір деген саз ғой, үйдің төбесіне шығарады дейді, жеңіл саз дейді, білмеймін, осы теңіз жақтан келеді деймін. Түсі осындай көкшілдеу ма сондай. Мынау көше бет жақ, міне. Мынау 200 мыңға жасалған ворота, міне. Бағасы 200 мыңға. Ворота керек болса комментарийға жаза кетерсіздер. Мынандай сырғымалы ворота, мына жаққа қарай жылжиды, ашылып. Мынандай ворота, міне. Жаңа қателескен екен, септік емес, бұл су тұратын құдық екен. Су құдық. Жазда су болмай қалады, осыған су толтырып аласың. Су құдық. Ал кеттік, үйдің ішіне кіреміз. Қазір айтам сіздерге. Мынау тоғыз жүргізетін шит, электриктер керек болса да комментарийға жазыңыздар. Монтаж жасайды. Үйдің төбесі мынандай, міне. Балық тасталған, оңар жағынан 1-2 ағаш, сосын мынандай ТС бұлақтап тастаған. Кейбір жерлерде басқа жас тима сондай, оны да комментарийға жазарсыздар. Мынау холл, үлкен холл болады, мына жақ міне. Холл. Мына жақ кухня, міне. Үлкен кухня. Мынау спальня. Міне спальня. Мынау жаңа алдындағы көрсеткен кухнядан кететін септік, мынау. Туалеттің астына кететін. Тоқтар тартылған, міне. Мына холлдың төбесінің мынандай жапқан, тоже мына жерде. ТС тастаған, бер жағын тақтай тастаған, ар жағын топырақ шығарып тастаған. Мынау киім, сандық, төсек тұратын бөлме деймін. Бірдеңе дейді бұның атын. Білсеңіздер комментарийға жазып кетерсіздер. Мына бөлмеде спальня, міне. Холлдан кіреді. 18-де 15 дедім ба, іші. Бұл тағы тоже сондай. Холлдан келген кезде, мына жақтан кірген кезде, кірген бетте прямой мынандай. Қарама қарсы кілең бөлме ғой, мен шатасасың. Қазақ байса қатын алады, өзбек байса үй салады деп айтам ба. Бұндай бір мақал бар ғой. Мынау да сондай бір шағын бөлме. Мынау зал. 2 есікті болады енді зал. Залды есігі үлкен мынандай. Мынау зал, міне, кең зал. Үлкен зал. Пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Мынандай брус балка, брус балкалар төбеде. Үй салып жатқан кезде біреулер келіп айтады, ой, ана жерін бүйтпедің ба, мына жерін сөйтпедің ба. Сондай сияқты алып қосарларыңыз болса, ал айтыңыздар.
төбесі ДСП. Андай решетка тастаған арасына балкымен. Сосын ДСП-ны лақтырып тастаған төбеге. Мына жерде сондай төбесі міне холдың. Ал шығамыз. Міне кел жатырмық. Мына щит, жаңа тоқтың щиті. Ана распет коробка. Нараңда төбесі жаңа ДСП. Решетка тастаған ар жағында балкының. Ал төменге подписаться басып, комментарий жазып қойыңыздар. Алып қосарларыңыз болса. Міндетті түрде подписаться басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен мен Ешман Мереке. Су ағары шетіндегі. Подписаться.